Ассалаумағалейкум қазақ елім. 1 январ құтты болсын баршаңызға. Бірінші қадамдарыңыз алғашқы жылға баршаңызды құттықтаймын. Мен айтайын дегенім сөздің аяғына шейін тыңдай жіберсеңіздер, ағайындар. Мынау қазір атын оқи жіберейін. Айткүл Сармұрзаева, одан кейін Нұрбек, одан кейін кім дейді? Нұрдан дейді, Нұрдын дейді, Нұрдан, одан кейін Ерлан дейді. Үшеуі, осы төртеуі неге мынау Айткүл Сармұрзаеваң өзі атын ауыстырып алып, мен алдында да неғып жүрген кезде осы постоянно адамның бәрін жинап алып ушықтырып жүрген еді. Бұл әйелді айтайын сіздерге. Бұл әйел Германияда Қазақстаннан шеттеліп кеткен адам. Шеттей жіберген, бұны шығарып жіберген Қазақстаннан. Біріншіден. Екіншіден әңгімесі андай халықтың андай ойбай Германияға келіңдер, жұмыс тауып берем, анауында жұмыс қолдың үстінде біздің андай істеп отыр, андай істеп отыр. Неғып отыр? Ол мақұл, ол ештеңке емес, ол мақұл да, ол жұмысына сеніп барып қалмаңыздар. Екінші, біз мысалға, мен білесіздер ғой, баста 1-2 мәрте өкімет туралы айтып әңгіме қылған кезімде мен даже номерімді білмейтіндер маған связға шығып кетті. Өлгін кеп атыма, үйткін кеп атыма, бүйткін кеп атыма, тыныш жүрсейші, анау мынау деген әңгіме көбейіп кетті жан жақтан. Енді мына Айткүл Сармұрзаевамыз мысалы әлі қазір қарасам, біреулер тыңдап та көрген шығар, біреулер көрген де шығар ол әйелдің түрін. Германияда, шеттелген Германияда жүр. Неге ол әйел әліге шейін халықты шақыстырып жүр? Халықты өкіметпен шақыстырып жүр. Елбасшымен. Енді осы сұраққа ойланып қараңыздар. Мен 1-2 мәрте айтқан кезде қандай связдар шығып кетті маған, мен қоя салдым. Енді қараңыз. Бұны қалай бұл өкіметтен неғылмай тұр? Бұл значит біреумен связы бар да, бұл соныкен спокойно ашық айтып отыр, әңгімелерін халық жинап алып шақыстырып. Неге? Өйткені мына президентімізге қарсы қойып, бәрімізді президентімізге қарсы қойып, біраз адам қырылады. Екіншіден өздерін бір адамын қойамай жүрген бір нелер бар. Оған бір ақша төлеп отыр, значит, ол шетелде отырып алып, яғни Германияда халықтан шақыстырып отыр. Неге? Бұл ашық сөйлесіп отыр. Соны ойланып қараңыздаршы. Бұл әр халыққа сіздерге айтайын деген мақұлда, ол әр халыққа ашық сөйлесіп отыр. Бірақ сіздерге айтайын дегендерім, ондай шақыстырып, бірін-біріне қайрап отқандарға құлақ асып, сеніп, қайтадан президентке бүйтіп шапқылап, андай қылып, бізді қырылдырып, қырылыстырамай, бізді құртамай жүргендер көп. Бұл адам, значит, шетелдің адамдар сатып алған, сөйтіп сол бізді арамызға от салып отыр. Екі вариантта, немесе өзіміздің өкіметтің арасында біреуі сол басшының орнына отырғысы кеп, әдей ананы сыртқа шығарып жіберіп, шақысты қайратып отыр адамға. Екі-ақ вариант берді. Сол үшін анерада бар ма? 4 адам отыр. Значит, ол одан да көп. Арасында кейде көп отырады, кейде аз отырады. Мен 1-2 қанша нерден көріп қалғам мен онша ол әйелді. Сол үшін ағайындар құлақ аспаңыздар оған. Ішінде бар шығар құлақ шалып қалып, тыңдап адып, ананың сөзіне сеніп қалып, неғып кететін. Ағайындар, еліміз тыныш болсын десеңіздер, ондай қайрап шақыстыратындарға құлақ аспаңыздар. Әйтеуір еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, әлі бәрі жақсы өтеді бәрімізді. Бұлар әдейі бізді шақыстырып, бізді құртамай жүр. Тем более, мынау Айткүл кім дейді? Сармұрзаева дейді. Айткүл Сармұрзаева. Бұл ашық сөйлесіп жүрді. Баны суретке түсіріп алам деп, кейін не алдым да, кейін бар ойыма түсіп кетіп суретке түсіріп алу керек деп, бүйтіп не алсам таппай қалдым да, оның несін аккаунтынша. Сол үшін ағайындар, өйтіп оған құлақ асып, қайтадан көтеріліс жасаймыз, анау мынау деген әңгімені жиыстырыңдар. Бұндай шақыстыратындар көп. Мен сіздерге айтайын, өздеріңізді көрдіңіздер. Мен де 1-2 мәрте неғыным, қандай связдар шығып кетті маған. Білесіздер, мен айттым ғой, маған да мынандай жан жақтан связ шығып отыр, анау мынау деп.
Аны. А бұл қашаннан шағыстырып келе жатыр. Неужели бұған связь шығып, бұны тоқтата алмай жатыр? Ал мақұл қазақстандікі неғып отыр екен. Неғып оны депортировать етіп әкеп телефонға шыға алмайтын қылып, неғыламайтын қылып өмірлікке соттай жібермейді. Ал соны ойланыңыздаршы. Бұл қала бұл беймарал отырып, бәрімен сөйлесіп отыр. Өзіңіз ойлаңызшы. Депортировать етіп келген адамды шағыстырып отыр ба үкіметпен. Міне. Сол үшін ағайындар ойланайық. Еліміз тыныш, еліміз аман болсын. Осыны жайлап ойларыңызға салып, ойлансын деп сақ қойып отырмын. Ондай шағыстырғандарға жүгірмеңіздер. Әртүрлі. Ол емес тағы да басқа біреу әдейі шығып қалуы мүмкін. Бүйтіп анау не дейді анау пирамида сияқты ғой бұлар. Бүйтіп біреу болмасын біреу мына жақта шақыстырып араңа қарапайым болып халық болып кіріп алып шақыстырып тағы да қырылдырып адамды өлтіруге соған апарып жатыр да. Сол үшін халқым, еліміз тыныш, еліміз аман болсын, құлақ асыңыздар. Үйтіп әрқайсысын шақыстырғанда шаба бермеңіздер. Өз бастарыңыз бар ғой. Халқым аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, еліміз тыныш, аман болсын халқымыз. Жақсы, сау саламат болыңыздар. Осыны айтып кетейін деген.